Баршаңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгін осындай дәмді жұмсақ плюшки, яғни қант қосылған булочки дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстінен жылы суымызды құйып, бір ас қасық қантымызды салып, одан соң дрожжымызды салып, барлығын бір келкі массаға айналғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Келесі осы дрожжымыз көтерілгенше 5-10 минутқа қойып қоямыз. Міне дрожжымыз дайын, көтерілді. Оның үстіне қалған қантымызды салып, бір жарты шай қасық тұзымызды салып, 2 жұмыртқамыз осылай жақсылап араластырып үстінен құятын боламыз. Келесі сұйық майымызды құйып, барлығын біріккенше осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алдым. Міне осындай бір келкі әдемі массаға айналды. Содан соң електен өткізілген ұнымызды саламыз. Бұл жерде ұнның барлығын салып жібермейміз, онда қамырымыз дұрыс көтерілмей қалады. Міне венчиктің көмегімен осылай біріккенше жақсылап араластырып алдық. Содан соң ұнымыздың барлығын салып, қолымның көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз жұмсақ, әдемі болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, осындай жұмсақ қамыр илеп алдық. Содан соң ыдысымызға салып, үстінен кішкене сұйық майымызды құйып, көтерілгенше бетінен пищевой пленкамен жауып қойып қоятын боламыз. Осылай бетін жауып, 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қойдым. Сонда қамырымыз әдемі болып шығады. Міне 1,5 сағатымыз да өтті. Қамырымыз дайын, әдемі болып көтерілген. Келесі начинкамызға 100 грамм қантпен ертілген осылай сары майымызды қолданамыз. Қолымызды кішкене майлап, қамырмен жұмыс жасауды бастаймыз. Қамырымызды осылай бірінші бір басып шығып, келесі бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша бөлсеңіздер болады. Мен осылай 15 бөлікке бөліп алдым. Және бетін жауып, пленкамен бір шетке қойып қойдым. Ең алдымен осылай қамырымызды аламыз. Қолдың көмегімен жайып, оқтаумен жайып аламыз. Содан соң ертілген сары майымызды жағып, оның үстінен қантымызды сеуіп, рулет секілді орап, осылай екі басын біріктіріп, тура ортасынан пышағымыздың көмегімен бөліп алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай пышақтың көмегімен қатты басып бөліп алдым. Міне осындай әдемі жүрекше болып шықты. Осылай барлық булочкаларымызды жасап шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жасап шықсаңыздар болады. Біздің булочкаларымыз өте дәмді болып шығады. Шайға осылай булочки пісіріп жесеңіздер күшті болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай орап, ортасынан пышақпен бөліп, жүрекше формаға салып, барлық булочкаларымызды осылай неше түрлі формада жасасаңыздар да болады. Мен осылай барлығын осылай жүрекше етіп жасадым. Келесі формамызға салып, бетіне жұмыртқаның сары-уызын жағып шығып, щетканың көмегімен пешімізге 180 градуста 25-30 минутқа салып алатын боламыз. Міне 25-30 минутымыз өтті. Біздің булочкаларымыз дайын, дәмі өте керемет болып шықты. Бетіне сахарный пудра емесен десеңіздер болады. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Рахмет.